Бірінші есеп гипотенузасы 12,5 және 6 см болатын биіктік. Осы гипотенуза түсірілген үшбұрыштың тікбұрышты үшбұрыш гипотенузасын айналдыра айналу денесі шығады деді. А. Есептің шарты бойынша сызбасын салыңдар. Б. Айналу денесінің бетінің ауданын табыңдар. Яғни H деп отырғаным гипотенузаға түсірілген биіктік. Яғни бұл жерде былай айтсақ болады. АВ гипотенуза. Гипотенуза болады да АС мен СВ качет. R тең 6 см радиусқа тең болады. AH-ты X деп, HV-ны 12,5 азайту X, яғни бұл гипотенуза. Гипотенуза мән жазып қойып 12,5 деп. Гипотенузасы S бұл тақта на жер бізде тікбұрышты үшбұрыш болады ғой. SH-ның квадратын табайық. AH көбейтілген VH-ға тең. SH деген 6-ның квадраты, AH деп отырғаным бізде X, VH деп отырғаным жаңағы 12,5 азайту X-қа тең. Сонда 36 12-де 5x минус x квадрат. X квадратында өткізерсем 12-де 5x плюс 36 тең 0. Так, 2-ке көбейтіп жіберсем мына жерде 2x квадрат минус 25x қосу 72 тең 0. Дискриминантқа сала қояйын. 25-дің квадраты азайтылған 4 көбейту 2 көбейту 72 625-тен азайтан 576-ны ол 49-ның квадраты бізде. 49-ға тең. X1 деп отырғаным 25 азайту 7 бөлемін 2 көбейту 2. Сонда 18 бөлем 4-ке 2-ке қысқартсам 9-да 2, бұмызда 4,5, X2 деп отырғаным 25 қосылған 7 бөлімде 4 болады. Сонда 32-ні 4-ке бөлсек 8. AH деп отырғаным үлкен болған әке 8 см дейміз да. VH деп отырғаным 4,5 деп аламыз. Сонда мына жерім 8, мына жерім кішкентай отрезк 4,5-ке тең деген сөз. Бөлігі. Енді, яғни бұл жерде бұрыш ANS біз 90 градус деп аламыз. Мына жер 90 градус. Сонда осы жерде біз AS-ті тауып алуымыз керек. Айналу денесінің бетінің ауданын табу керек. Так, AS тауып алайық осы жерде. Гипотенуза не болып тұр ғой? 8-дің квадраты қосылған 6-ның квадраты. Сонда 64 қосылған 36 100. 100-ден бізде 10 см шығады. NS де 90 градусқа тең болғандықтан мына жерде SV-ны тауып алуым керек. SV-ны табу үшін так, бұл жерде де 6-ның квадраты қосылған 4,5-дің квадраты болады. Алты қосылған 20,25 бұл 56,25-ке тең. Ол дегеніміз 7,5 см-ге тең. Енді бұл жерде AS 10-ға, SV 7,5-ға
екені белгілі. Енді бізге не теп деді? Бұл айналу денесінің бетін ауданын табуымыз керек. Так, Б. Яғни ол бізде айналды S1 мен S2 қосқанға тең. Айналу денелерінің біреу S1, S2. Сосын табуым керек. Так, мен мына жерді сыйдырайын. S1 деп отырғаным PR көбейтілген А-ға тең. Яғни бүйір қабырғасына. P көбейтілген 6 көбейтілген бізде 10 болып тұр. Мына табан. Сонда бізде 60 пи сантиметр квадрат. S2 тура осы формуланы қолданам. PR А-сы болса, енді СВ-ны көбейтемін. P көбейту 6, мынау 7,5 болады. Сонда 45 пи сантиметр болады. Енді жаңағы полный айналу денесінің бетін аудан табу үшін осы екі ауданды қосамыз. 60 пи қосылған 45 пи 105 пи сантиметр квадрат. Жақсы. Екінші конустың биіктігі 20 сантиметр, ал табанның радиусы 25. Есептің шарты бойынша сызбасын салыңдар және конус төбесі арқылы өтетін және табанның центрінен 12-ге тең қашықтықта орналасқан қиманың ауданы. Яғни бұл жерде СМК сол 12 сантиметр қашықтықта орналасқан және осының қимасын табуымыз керек. Шешуі бұл жерде О-ды мен МК перпендикуляр деп аламыз. Енді тікбұрыш жасап қиылса де. Онда С-ті мен МК-да бір-біріне перпендикуляр болады. ОЕ перпендикуляр С-ті. Онда бұл жерде ОЕ деп отырғаным. Бұл жерде ОЕ деп отырғаным 12. Так, яғни бұл жерде үшбұрыш СО-ды прямо, яғни тікбұрышты үшбұрыш. Үшбұрыш сол себептен синус ОСЕ-ні табамыз. Так. Синус ОСЕ деп отырғаным ОЕ-нің ОС-ға қатынасы. Яғни 12-нің 20 қатынасы 4-ке бөлсең 3-те 5. Немесе 2-ке 0,6. Осы жерде косинус ОСЕ-ні табу үшін, яғни тікбұрышты үшбұрыштарды қолдансақ болады. Синус 5-те 3 болса, 4 деген сөз. Демек бізде болады синусым 5-тен 4-ке. Немесе 2-ке көбейтсе 0,8. Ондық бөлшек күйінде жазатын болсақ. Ал тангенсі, ОСЕ-ні тангенсі бізде синус бөлінген косинус бөлінген 3-ті 4-ке бөлшерім. Демек 0-де 25-ке бөлсең 75 болады. 0,75 бөлінген 4-ті 4-ке бөлсең 75 болады. 75 бөлінген 3-ті 4-ке бөлсең 75 болады. 75 бөлінген 4-ті 4-ке бөлсең 75 болады. 75 бөлінген 3-ті 4-ке бөлсең 75 болады. 75 бөлінген 4-ті 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 4-ке бөлсең 75 болады. 75 бөлінген 4-ті
Сонда оды бұл СО көбейтілген тангенс ОСЕ. Демек, СО деп отырғаным 20-ны көбейтемін 0,75-ке. Бұл бізге болады 15. Үш жерде С-ді табайық. С-ді деп отырғаным О-дының квадратын қосамын СО квадратқа. Яғни 15-дің квадратын қосамын СО дегенім 20. 225 қосамын 400. 625. 625-те 25 шығады. Енді үшінші, мына жерге үшіншіні сыйдырайын. Үшбұрыш, так, ОМ-ді да бізде тікбұрышты үшбұрыш. Сонда М-діні табасай үшеді. М-ді ОМ квадрат азайту О-дының квадратынан. Алты 25-тен керісінше 225 азайтам 400 болады. 400-ден бізде 20 шығады. Демек, бұл жерде МК деп отырған 2М-ді да деген сөз ғой. Яғни МК М-дідан 2 ұшады деген сөз. 40. Төртінші жаңағы қиманың ауданы табамыз. Қиманың ауданы МСК, яғни бөліктің ауданы ғой. Бұл деген 2-ден 1 МК көбейтілген С-ті үшбұрыштың биіктігі деген сияқты. Сонда 2-ден 1 көбейту 40 көбейту 25. Тағына 2 20, 5. 500 болады. Бізде өлшемдікте берілмеген, осы күйінде қалады. Жауабы МСК 500-ге тең деп жауап береміз. Жақсы. Ромб диагоналдары 15 см және 20 см. Шар бетінің оның барлық қабырғаларын жанап өтеді. Шардың беті оның барлық қабырғаларын жанап өтеді. Шардың радиусы 10 см. Ал енді А есептік шарты бойынша сызбасын салыңдар. Сызба жобамен осылай болады. Одан шар центр ромб жасына дейінгі қашықтығын табамыз. Енді біз әуелі мынау шеңбердің радиусын табуымыз керек. Енді бұл жерде мен ромбының ауданын тауып алайын. Яғни А, Б, С-ді ромбының ауданын табам. Диагоналдарын көбейткенге, яғни А-сы диагоналын Б-ді диагоналға көбейтетіміз. А-сы деп 2-ден 1, А-сы деп отырған 20, мынау 15, мынау 10, демек 150 сантиметр квадрат. Қолданып Б-сыны табамыз. Б-сы деп отырған бізде Б-сы деп отырған мынау бөлігі ғана ғой. О1 деп алайық. В-О1-дің квадратын қосамын О1 С1-дің квадратына. Демек бізде болады 15-ші жарысы 7,5-дің квадраты, осы деп отырғаным А-сының квадраты, демек 10-ның квадратын аламыз. Елу 6-да 25 қосамын 100-ге. 156
6-да 25. Ол дегенің 12,5 сантиметрге тең. Ромбының периметрі, демек периметр AVSD 12,5-ті 4-ке көбейтемін, 50-ге тең, 50 сантиметр. Үшеде ромбын, яғни 2-ден 1 пи көбейтілген, периметр көбейтілген R деп радиус тау болам. Так, 2-ден 1 пи деп отырғаным 50-ге тең, радиусындай 150-ге тең дейміз да. 25 ертең 150-ді 25-ке бөліп жіберсем, бізде 6 болады. Жазайын. Екінші суретте о сфера центрі. Бізде шар центрінің ромб жазына деген қашықтығын табуымыз керек. Демек, бұл жерде ЕО және ЖО деген бар, бізде 10 сантиметрге тең. Ара қашықтық бізде О1-ге тең. Енді Пифагор теоремасын тауып, қолдану О1-дің ара қашықтықты табамыз. Ол дегенің ЕО квадрат азайтамын ЕО1 квадратқа. Сонда 10-ның квадратынан азайтамын 6-ның квадратын радиус. Сонда 100-ден 36-ны азайтамын 64, ол 8-ге тең. Жауабы О1 8 сантиметрге тең. Конустың табандарының радиустары ода, яғни О1-ді 3 метр, ОВ 6 метрге, О1 деген 4 метрге тең. Есептің шарты бойынша сызбасын салыңдар, сызбасы осындай болады. Енді В жасаушысын табыңдар. Жасаушы деген ДВ-ны табамыз ғой. ДВ немесе Л деп айтады. Яғни жаңағы трапеция пайда болып тұр ғой, трапецияның бүйір бетін табамыз деген сөз. Демек, бұл жерде СД деп отырғаным, О1-дің жартысы болып тұр ғой. Демек, 2 есе көп болып тұр. Сол себептен 2 О1-ді, демек 2-ге 3-ті көбейтемін 6 метр деген сөз. Ал АВ деп отырғаным тоже сондай, 2 ОВ, демек 2 көбейтілген 6, 12 метр болып тұр. Енді мен биіктігін түсіргеннен кейін, бұл жерде ДК деп табайыншы. ДК, бұл жерде К-ны табу үшін, жаңағы АВ-дан СД-ны азайтып 2-ке бөліп жібергенге тең. Демек, 12-ден азайтам 6-ны, 2-ке бөлем 3 метр. Демек, СВ 3 метр. Бұл мен Пифагор теоремасын қолданамын. ДВ-ны табу үшін, ДВ как-то гипотенуза сияқты болып тұр ғой. 4-дің квадратына қосамын 3-дің квадратын. Сонда 16 қосылған 9, 25, одан 5 метр шығады. Яғни ДВ жасаушысы деп отырған, немесе Л десек, ол 5 метрге тең. Жақсы. 5-ші цилиндрдің биіктігі 6 см, табан радиусы 5 см, есептің шарты бойынша сызбасы салынды, және цилиндр осінен 4 см қашықтан болатын параллель жүргізілген қиманың ауданы табыңыз дейді. Яғни бізде цилиндр берілгенде О1 деп отырған биіктік болады бізде 6 сантиметрге тең. Радиус деп отырғаным бізде О1А. Радиус
радиусы 5 сантиметр екен, иә? Одан кейін O1K, яғни ара қашықтығы 4 сантиметрге тең табуымыз керек. AVSD, яғни қиманың ауданын табуымыз керек. Қиманың ауданын табу үшін бізде AV көбейтілген AD, яғни ұзындық пен биіктігін көбейтуіміз керек. Демек, AV деп отырған бұл жерде биіктік болады. O1 мен AV бір-біріне тең болады. Яғни AV деп отырған ашқып биіктігі деп алуға болады. Яғни үлкен биіктік деп қойшы, мына жерде көбейтемін AD-ға. Үшбұрыш A1 AK арқылы табатын болсақ, ол R квадраттың O1 K квадратқа, яғни Пифагор арқылы тауып аламыз. Сонда R квадрат 5-тің квадраты, O1 K квадрат деген бізде 4-тің квадраты болады. 25-тен азайтам 16-ны 9-дан бізде 3 шығатын білеміз. Сонда ады бізде аканы тапсақ, ады деп отырғаным 2 акаға тең. Демек, 2 көбейтілген 3 бізде 6. Енді AVSD жаңағы H деп отырған 6-ға тең, AD деп отырған 6-ға тең, сонда 36-ға тең. Сонда жауабы үшбұрыш AVSD 36 сантиметр квадратқа тең дейміз. Жақсы.